Иә, босс. Сіз айтқан любой тапсырманы орындаймын ғой. Бір ауыз сөзіңіз, мөлдірген көзіңіз болды. Тапсырма орындалды дей берсеңіз болады. Все, давайте. Ох, ема. Босс деген кәдімгідей жосық тапсырма берді бүгін маған, Күнде шақырайып, мынаяқта мен деген ужына жасыл киімді ауыстыру керек еді, қып-қызыл киім қылып. Ё-майоның аяғын қара. Мынау татуировка. Жоқ, капрон екен ғой. Так, кеттіге давай тезірік жүгірейік. Тезірік босстың тапсырмасын орындайық. Не дегенмен бұндай тапсырмаларды күнде орындап жүрмін ба? Криминализм, анау-мынау бандит болдық қой кәдімгідей, Ема, анау машиналар кімдер? Кімдікі? Ё-майо, наңғара. Мен мустанг, айбай, мен баяғы мустангым тұр ғой мынаяқта. Ема, мынаяқта деген машиналар көп кетті ғой, конкретно, Мен деген өзім машина мініп барып қайқа бар деді бірінші маған осы. Осы қайықта бір церковь деді ма, бір концерт болатын жер, концертный зал етір сұяқ деді ғой. Так, бұл жақта тек қана біреу ғана, бір-ақ қана жер бар. Ол таудың үстіндегі, яғни концертный зал дейді ғой, концертнандай кеш дейді ғой. Әйтеуір сондай жерге барып, маған сол жақтан, общем түсінбегендер, қазір құлақтарыңа алтын сырға, сол жақтан, яғни маған босс айтты, сол жақтан бір машина тұр, сол машинаға мініп, бір өзінің, яғни босстың бір сопернигі бар, яғни бір қарсыласы бар, соның үйіне барып, Bugatti көлігін ұрлап кетуіміз керек. Ё-майо, бұл деген бір өте керемет тапсырма болайын деп тұр, Bugatti деп көремін өмірінде. Одан кейін Bugatti'ді алып, кемеге барып, кеменің қасында контейнерлерге қойып кетуіміз керек. Әйтпесе сол жақтан, яғни контейнерге салып сол машинаны, одан кейін оны барып Мексикаға ма, сол жаққа тер, сол жаққа апарат кемемен. Так что мен деген ол Veyron, яғни Bugatti Veyron көлігі ғой. Сол Bugatti Veyron көлігін тап-таза қылып, ешқандай царапинас апаруым керек. Яғни босс деген маған не дегенмен үлкен үміт артып отыр ғой. Сондықтан маған күшті қылып оны апарып тастау керек. Так, мен деген былайын айдап көрейін да. Ё-майо, былай әйтпесе былайдаған өте қиын екен деймін да. Так, уже бізде концертный біздің неміз дәл уже осы жерде примерно 1-2 километрдей жер қалды. Так, ё-майо, болсаңдаршы. Ё-майо, адам деген өзі асық баратқан кезде осылайдан асықпайтын кірпігіне кірпішшен сияқты жаймен жүретін. Бірақ кірпішшеннің өзі қат жүреді ғой, тасбақа сияқты жаймен жүретіндер, ё-майо, таңғалам. Ё-майо, так, осы жерде ғой, біздің неміз концерт о, мына төбеде тұр екен, как раз. Осы жерде осы розовый тал болатын еді, соны көру керек еді розовый талды. Ей. Ё-майо, тезірек жылжыңдаршы, тезірек жүріңдерші. Розовый тал осы қай жерде еді? Осы жерде ме? Міне дәл алдында тұр екен, мына қараңдар, ё-майо, достар. Розовый тал, ешқандай несі жоқ. Так, бізде осы жақта маған босс, прикинь, осы жақта бір машинаны аласың, сол машина өзіңде қалады деді, Қандай машина екен ол? Так, осы жақ емес па, концертный зал. Так, осы жақ, концерт, так, осы жақта концерт бар, анау-мынау, ана жерде адамдар отырады. Так, мен енді машинамды жауып кетейін. Так, енді мынаяқта қандай машина болады екен, Так, күте тұр. Ол маған айтты, сенің ең бірінші машинаң деп. Яғни ең бірінші машинам ол менің BMW. На жерде BMW көлігін табу керек қой енді. Так, на жақтан Опа-на! Натуре! Осы машина мане. Ема. Так, наларға отыра алдым екенбіз былайнан. Жоқ, бүйтіп отпа, жынды ма? Ё-майо, мен мынаны не істемей қойын, терезесін бұзбай қойын. Мынаған қалай мінеді екен, көрейінші. Ана есік ашық тұр ғой маған. Ой, бай. Мана көлік деген. Ё-майо, бандитский көлік қоя кәдімгідей. Сонда осын маған босс сыйлап тұр ғой, примерно, базар жоқ көлік екен да? Бейшара, енді Subaru'ма мінамайтын болдым ғой. Не айқайлап отыр, бір жау шапқандай. Так, бізге енді барып оның сопернигін, яғни қарсыласының үйіне бару керек. BMW деген кәдімгі управлениесі мықты екен.
управлениесі мощный екен ана BMW-ның. Кәні кім ал қасымызда біздің BMW-ның фанаттары бар ма? Давайте go бәрі фанаттары. Дерзайте BMW-ның. Ма бәрекин, мынау деген өте керемет екен да, Мынан қара, йо-май, мына жер деген керемет та, BMW деген. Так, бұл BMW-мен жаймен баруымыз керек. Мен білемін, қарсыластың енді қай жерде екенін. Яғни оның сопернигі дейді ғой. Яғни достар, ол менің босым, ол біздің яғни бизнесмен ғой. Соның дәл сондай, яғни дәл сондай бизнесмен, яғни оның бизнестен осып кетеді, ақшалай осып кетеді. Соның барып біз, Bugatti алып, оның, минус бір Bugatti дейсің ғой. Bugatti деген бұл жақта 90 миллион ба, 130 миллион ба тұрады. Сол Bugatti бізге алып қашып кету керек. Мына жақта, осы жақта меді, мен примерно баратым, достар. Походу осы жақта да. Бірақ ол деген ол міненді кітте-мәттәу үйлерде тұрмайды, ол виллада тұратын еді ғой. Жеке өзіндік вилласы бар. Мына жерде өте алмайым ба не? Мен өте алам ба деп отырсам. Мен анаяқта жолдан өтейін, мына жерде әдемі екен да, городогы. Өте керемет элитный городог екен. Мына жердегі деген әдемі үйлер бар, әдемі нелер бар. Опана, осы емес па, Опана, біздің босымыз, бостың қарсыластың осы ғой. Мана үй деген дәу ғой. Бай, бұның дарбазасы қайда, заборы қайда бұның? Так, мына жер жаймен кіріп жатыр. Мына машинаның артынан техничка беспалево кіріп кету керек. Ауыштырмай бұны. Манан қара. Анау газон қырқатын адамдар жүр ғой ана жерде, Мана үй деген дәу екен, ё-мое. Осайшы, мынау кім екен? Что-то бізді подозревать етіп отқан жоқ, Так, жаймен, давай, бро. Так. Машинасын қоқ қойын деп отырман, Машинадан шықты. Так, мен примерно, так, мынаның алдына қойып кете салайын машинаны, Так, машинаны осының алдына қойып кете салайын. Опана. Так. Тихо. Анау қызау деймін да. Так, мен әзір алмай қояйын. Ойбай, айқайлақ қойды өзінше. Так, мына жақта не бар екен? Ё-мое, прикинь, анан қарам бір машина кет. Прикинь. Машина тұр ғой да. Так, мен енді анау охранникқа біреу тұр ғой, мен енді оған ешқандай подозревать етпей, күдіктандырмай бүйтіп бір примерно жүргізуші болып. Так, примерно жүргізуші болып, ана Bugatti-да күтуім керек қоя мен, Блин. Так, опана болды, мен енді ешқандай күдік тудыртып отқан жоқ сияқтымын. Так, мына жерге тығылайыншы. Так, ойбай, жабылсайшы. Анау примерно соткасына қарап тұр, Анан енді шокермен басына. Так, шокер ма, болды ма? Талды ғой, тал. Так, өлді. Так. Давай. Отыр Bugatti-ге. Давай, отал, жынды ма? Давай. На отыр. Болды. Ё-моё. Давай. Так, ема, давай. Так, бісмілля. Тек қана бізге ұсталып қалмау керек. Ё-моё. Так. Ашсайшы. Ишак. Енді ашып отқан ес. Давай. Бол тез. Ё-моё, давай. Прикинь, біз уж полиция қойын деп отыр. Так, полициядан біз құтылып кетуіміз керек. Мен что-то мигалкасын естіп отқан сияқты полицияның. Так, тихо. Так, мен жаймен картаны ашып көрейін, қай жерде жүр екен олар. Так, полиция мынау маңда жүрсе, мен примерно осы маңмен қазір кетіп қалуыма болады.
Так, бізде кеме қайда еді? Кеме. Так. Ема көріп қойды ма не мені? Блин, қаш тез. Ох, ема қаштым ба Ема мына жерде 2 сағат өттім, уже күнде батайын деп жатыр. Блин, полициялардан деген қашу өте қиын екен. Ема датау 2 жұлдыз біткен ғой мені. Блин, нанен тезірек апарып тастау керек. Блин, бостан ұят болды. Бос, кстати, сол жақта бір машинама бір нәрсе қалдырып кеткен шығар, Әйтсе, на машинаны ол жақ қалдырғаннан мен немен қайтам ол жақпен? Таксимен қайтсам, тағы да полевін оқып қалар, тағы басқа біреулер байқап қап. Тағы да байқап қап. Одан кейін барып осы ұрлап кеткен, Джонни ұрлап кеткен деп тағыдан істеп кетсе, тезірек мен машинаны, майынан кеме жаққа апарып тастайын, сол жақтан, сол жаққа апарып тастап, одан кейін аналардың қолына табыстайын, әйтсе деген басыма личный проблема болып кетті анау деген кәдімгідей, Так, мына жерден секіре салайық. Так. Главное, жаймен секірудің де қажет жоқ мына жерден. Тағы да бір нәрсе болып қалса, машинаға басымен жауап береме. Мынау деген бір өтен. Мынаны қара, ема мына жер уже не болып қапты, шаң болып қапты. Мына шаңдарын бәрін жуу керек болды ғой. Мә, дала деген әдемі болып тұр. Ема, мынау деген кәдімгідей қат жүреді. Блин, базар жоқ. Ема, мынау деген кәдімгідей күшті жүреді. Мынау Бугаттидің кімдер достар, Бугаттидің фанаты, Бугаттиді кім жақсы көреді, смело бір лайктарынан басып кетіңдер. Так, мына жермен походу осы жермен барамыз, Так, анау тұрға, анау кеме тұр, уже, ё-майо. Тезірек сол жаққа апарып тастау керек мынаны. Басы уже сөйлесіп болған шығар адамдармен. Так. Так, тезірек. Мынау тағы кеш болып қалды деп кеме кетіп қалып жүрмесін, Так, енді мына жерде маған бір машина тауып алу керек. Ол деген джип қалдырып кетуі мүмкін. Көбінесе джип жақсы көреді біздің басеке. Бастық джип жақсы көреді. Мыналардың қай жеріне қалдырып кетемін мына контейнерлердің? Бірақ бұл контейнердің қасынан қойып кеткен деп пайда. Мына жерге қойып кетсінші кеменің қасына. Өзі бастық көрер. Опана. Так, мынау ғой, Бісміллә, так, мына жерге былай жаймен қойып кет салайық. Өз бастық кеп әйтеуір өзін істеп жіберер. Тағы өзі ары қарай решать етеді. Так, енді тезірек мынау өзім мына машинау деймін да, походу. Тезірек мініп. Давай, тезірек үйге таю керек. Так, Бугаттиді қойдық. Бүгінгі тапсырма орындалды деген ойдамын. Ё-майо. Блин, ешкім байқап қоймаса болар еді. Мына жақта Джонни ұрлап кетіп баратыр, анау-мынау деп, ертең тағы полициялар басыма шығып, сен ұрладың ба деп жүрсе, ема болды енді мене бастыққа айтайын енді мен. Бастыққа айтып, база жоқ, бастық кәдімгідей менің үлкен марапат беретін болды ғой маған, ақшалай ма сыйлық беретін шығар, явно бір машина береді. Или, кстати, мен бағана BMW бар емес па да? Сол BMW-ны барып алатын жақсы болды ғой, ё-майо. Блин, күшті болды ғой. Кәдімгідей оп-оңай тапсырма екен да, біреудің машинасын ұрлау деген, Джонни деген, керемет қой братандарың деген, смело, хулиганство деген, 100-ші уровеньда ғой, атак менікі деген, ё-майо, керемет қой, ай, бой. Так, вождение де күшті болу керек, әдем айдауым керек, на машинаны тағы да ертең соғып алсам, BMW-ді алып қойып жүрер, басеке. Так, енді тезірек үйге барып тамақ ішейінші, ё-майо, қарным ашып кетті ғой.